Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера кино арнасы. Мен бүгін сіздерге шын өмірде орын алған Чернобыль апаты туралы 2019 жылы жарыққа шыққан киноның бірінші сезонының қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікіріңді қалдырып кет. Фильмнің басы 20 ғасырдың соңындағы Украинадағы Чернобыль қаласынан басталады. Және де 1986 жылға дейін КСРО-ның кезекті планы бойынша Чернобыль қаласында ең ірі 4-ші атом электр станциясын іске қосуды жоспарлайды. Сол жылдары Чернобыльде 13 мың, ал Припятьта 47 мың адам өмір сүріп жатты. КСРО-да жалпы 3 ядро болған және де сол кезде 4-ші реактор салынып біткеннен кейін бәрі өз жұмысын жасап, халық жайбарақат өмір сүріп жатқан еді. Бірақ сәуірдің 26 күні түнгі сағат 1-ден 23 кеткенде жаңадан іске қосылған 4-ші атом станциясынан ақау пайда болып, үлкен жарылыс болады. Бірақ сол кезде халық жай өрт болған деп мән бермей, жайбарақат көңілді күйде жүреді. Ал станцияда тәжірибе жүргізіп жатқан инженерлер бұл жарылыс неден шыққанын түсінбей, бәрі аң-таң болып қалады. Бас инженер Дятлов жай өрт шыққан болар деп өртті сөндіріңдер деуде. Сол кезде араларындағы бір доктор ядро жарылды деп болжайды. Ол сөзге Дятлов ашуланып, сен не білесің, ешқандай да ядро жарылады деген болмайды. Одан да көп сөйлемей барып өрт сөндіріңдер деп барлығына айғайлайды да өзі өрт сөндіру қызметіне хабарласады. Сонда бір өрт сөндірушінің әйелі, мына өрт қалыпты өртке ұқсамайды, мүмкін бармай-ақ қоярсың деп айтады. Сонда күйеуі түк етпейді, біздікілердің барлығы бара жатыр деп, әйеліне уайымдама деп бетінен бір сүйіп жұбатып жұмысына асығады. Сол кезде станцияның екі жұмысшысы радиоактивті заттардың мөлшерін тексерсе, қалыпты жағдайдан әлдеқайда жоғары екенін көріп, бұл жерден шығып кетуге асығады. Ғимараттан шығып бара жатқанда алдарында бет-аузы қанға боялған жұмысшыны көреді. Бұл кезде Дятлов қарап тұрып, бұл реакторға тек қана су керек, сонда бәрі дұрыс болады деп, бөлмеде қалған адамдарға барлығын реакторды сумен толтырыңдар, әйтпесе бұл жерден шықпайсыңдар деп бұйырады. Жарылыс болған жерге өрт сөндірушілер тобы келіп, арасынан біреуі жерде жатқан қара темірді ұстағаны сол еді. Радиоактивті салмақты темір оның қолбағын тесіп өтіп, қолына сол замат зақым келтіреді. Станцияның екі қызметшісі реакторға су толтыруға барса, өмірінде көрмеген сұмдықты көреді. Сол сәтте шенді қызметкерлер жиналыс жасап, жағдай қалыпты, жай ғана өрт шыққан болар дейді. Араларында бір шал қызметкер, мына жағдай қауіпті болмаса, онда бұл жағдайды құпияда ұстайық. Мәліметтерді таралудан сақтау керек, барлық байланысты үзіп тастайық, хабарлама жіберуді тоқтатайық дейді. Осылай жасасақ, біз болашақта керемет тұлға ретінде атымыз қалатын болады дейді. Сол кезде бас инженер кіріп келіп, ядро жарылды деп айтады. Кабинетте отырғандар ядро жарылуы мүмкін емес деп айтып, ақылдарын бөлісіп отырғанда, араларында біреуі өз-өзінен лоқсып талып қалады. Ертесіне жарылыстан 7 сағат өткеннен кейін Нискі қаласында ядро энергиялық институтының бір жұмысшысы терезені ашып ауа кіргізейін десе, сол бөлмедегі бір құрылғы өзінен өзі қосылып кетеді. Мынау немене деп терезеде тұрған шаңды сүртіп, содан сараптама алса, радиоактивті зат екенін анықтайды. Бұны біле салысымен жақын маңдағы станцияға қоңырау шалған жұмысшы Чернобыльді ала алмайды, өйткені бұл кезде байланысты толықтай өшіріп тастаған болатын. Сол кезде аурухана бар күшімен ең жоғарғы дәрежеде адамдарға көмектесіп жатады. Келген адамдардың барлығының дерті бір болатын, бет-әлпеттері толығымен күйген және де қатты уланған. Сол кезде өрт сөндірушінің әйелі күйеуін жер-көктен іздеп, енді бір болса ауруханада болады деген оймен сонда асығады. Мұнда келсе полиция қызметкері кіргізбейді, сонда да оларға бой бермей ауруханаға кіріп күйеуін сұраса, ол жердегілер сіздің күйеуіңізді Москваға жібергенбіз деп жауап қайтарады. Осы уақытта ауруханаға келген науқастардың киімдерінің бәрін өртеп жатты, бірақ сол киімдерді ұстаған медбикелердің қолдары қызарып бастаған еді. Бұл уақытта шенділер жарылыс аса қауіпті емес, жай ғана кішігірім үй өртенгенмен бірдей деп, сондықтан да бұл оқиғаны ары қарай таратпай осы жерде шешіп тастайық дейді. Барлығы осылай айтып, бойлары бір жерден шығып жатқанда араларында физик Легасов жоқ, бұл бүкіл әлемге зардабын тигізетін қауіпті зат деп айтады.
Сендер түсінбей тұрсыңдар, жарылған станция уран арқылы электр күшін шығарады. Уранның жалғыз атомы жарық жылдамдығымен барша тірі адам, жануар, тіпті жәндіктерге дейін әсер етеді. Оның 1 граммында миллиардтаған тірі ағзаларға залал келтіретін у болады. Ал қазір Чернобыльде 3 миллион грамм уран бар. Ол қазір барлық жерге тарап кетті. 3 миллион дегеніміз тамақтанатын аста, киетін киімде, тіпті қарапайым судың өзінде у бар деген сөз. Бұны қазір тоқтатқан күннің өзінде 100 жылға дейін кетпейтін қауіп туындады деп айтады. Бұл сөзді естігеннен кейін басшы Горбачев аң-таң болып қалады, және де ол біртүрлі болып Борис пен Легасовқа Чернобыльге барып, барлық мәліметті маған баяндаңдар деп айтады. Солай Борис пен Легасов Чернобыльге ұшақпен келе жатып, Легасов әлгі жарылған станцияның үстінде графит пайда болғанын көреді. Осылай қаншалықты жағдай ушыққанын білген Легасов, біз мынаның үстінен ұшатын болсақ, 7 күннен кейін өлеміз дейді. Бұны естіген ұшқыш дереу бағытын өзгертеді. Біздің әлгі радиоактивті затты анықтаған апай коммунистік партияның басшысына барады. Мен Чернобыльде жарылыс болғанын білемін. Біз дәл қазір халыққа иодин ішкізіп көшіруіміз керек. Дәл қазір адамдар осы жерден кетпесе, барлығы қырылып қалады деп айтса да, әлгі бастық мүлде назар аудармай, уайымдама, ол жерде ешқандай қауіпті мәселе жоқ. Мен оны білемін деп сөзін қысқа қайтарады. Үкіметтен келген екеуі деттеген жерге жетіп, сол жердегі жұмысшылардан станцияның үстінде неге графит пайда болған деп сұраса, әлгілердің өзі де білмейді. Негізі бұндай болмау керек еді деп, келген комиссияның алдында сасқалақтап қалады. Содан кейін шетелден мықты радиоактивті затты анықтайтын құрылғы келіп, сол құрылғыны пайдаланып, олар жарылыс болған жердің маңын зерттей отырып, 15 000 деген нәтижені алады. Борис, бұл немене 15 000 деп Легасовтан сұраса, ол біртүрлі түрмен бұл дегеніміз Хиросимада болған жарылыстан екесі улы деген сөз. Және бұл мына құрлық жойылмайынша, бұл улы затта жойылмайды дейді. Борис онда бізге қаншалықты су керек деп сұрағанда, сіз дұрыс түсінбей тұрсыз. 2000 Цельсийдің ыстығын 5000 тонна топырақ басады деп, Легасов бізге кем дегенде 40 000 тонна топырақ керек деп жауап береді. Бірақ та бұны жасау мүмкін емес болатын. Сонда да ертеңіне басқа амал болмағандықтан, тікұшақпен топырақты төге берейін деп, алғашқы ұшақ апат болған аймаққа кіре бергенде өзінен өзі байланыс үзіліп, ұшақ істен шығады да жерге құлап түседі. Бұл бейнені көрген Легасов пен Борис шарасыз күйге түсіп, біртүрлі болып қалады. Легасов, біз осы жерде жүре беретін болсақ, 5 жылдан кейін өлеміз, бұл жер өте қауіпті дейді. Осылай отқан кезде телефон шырылдайды, тұтқаны көтеріп сөйлессе, жарылыс жайлы күллі батыс елдері әлде қашан біліп қойған екен. Тіпті Германия халқына сыртқа шығуға тыйым салып жатыр екен. Сонда Чернобыльдің балдары ештеңеден хабары жоқ, далада жайбарақат ойнап жүргеніне қарап қалған Бористің жүрегі ауырады. Жағдайдың ушыққанына байланысты қала тұрғындарын көшіруді бастайды. Көше бойлары мен сирена тағылған көліктер. Тыңдаңыздар, станцияда жарылыс болуына байланысты қалада қауіпті жағдай орын алуда. Сондықтан халықты залалсыз жерге көшіруді бастаймыз. Өздеріңізбен бірге құжаттарыңыз және азнаулақ тамақтарыңыздан басқа ештеңе алуға болмайды. Алғашқы кезекте балалар, қарттар мен қыз-келіншектерді көшіреміз дейді. Бұл істі әскерилер атқарып жатты. Адамдар өздерінің заттарын салып алып автобусқа кезекке тұруда. Қаладан кетіп бара жатқан адамдар не болып жатқанын өздері де түсінбей жатыр. Халықтың бәрін көшіріп болғаннан кейін кинодағы басты кейіпкерлер жарылыс болған аймаққа қарап тұрады және сол жерден кино бітеді. Осылайша Чернобыль апаты туралы киноның бірінші бөлімі аяқталады. Егер қалған бөлімдеріне шолу түсіргенімді қалайтын болсаңыздар, комментарийға түсір деп жазып кетеміз. Сіздермен бірге болған Ера кино менің арнама жазыл. Видео ұнаса лайк бас. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.